Қасқыр мен лақтар. Бір ешкі тоғайда үй жасап, лақтармен сонда тұрыпты. Күндіз өзі тоғайға жайылуға барады да, лақтарына есікті бекітіп отырыңдар, ешкімге ашпаңдар дейді. Ешкі үйіне қайтып оралады да, мүйізімен есікті қағып: «Лақтарым, қарақтарым, естіді ме құлақтарың? Сүтін жинап келеді енен, еміп тойсын тамақтарын, аш есікті, шырақтарым» деп өлеңдейді. Шешесінің даусын естіп, балалары есікті ашады. Ешкі лақтарын емізіп тойғызады да, қайтадан тоғайға кетеді. Бірде мұны бір қасқыр көріп қалады. Ешкі жоқта лақтарды жегісі келеді. Лақтардың несі кеткен соң, ол өзі естіген өлеңді қайталай бастады. «Лақтарым, қарақтарым, естіді ме құлақтар? Сүтін жинап келеді енен, еміп тойсын тамақтар, аш есікті, шырақтарым». Лақтар бөтен дауысты естиді. Шешесінің дауысына ұқсамайды. Оның қасқыр екенін білген олар: «Естідік. Сенің даусың анамыздың даусына ұқсамайды. Қасқыр екеніңді кім білмейді? Кет жөніне жүр» деп есікті ашпайды. Қасқыр күтіп отырып, ақыры аузына түк түспей кетіп қалады. Содан соң ешкінің өзі келеді. Оның айтқан сөзін тыңдаған үшін лақтарына риза болып: «Міне ақылды болдыңдар, балаларым. Есікті ашсаңдар, сендерді зұлым қасқыр әкетіп, енелерің жылап қалады еді. Өмір сабағы деген осы» депті.